кеш достар, сіздермен бірге Перизат және де онлайн сауда компаниясы. Біздің бүгінгі видеоблогымыз электробайктарға арналады. Ең алдымен электробайк дегеніміз не? Соған кішкене түсініктеме берейік. Электробайк дегеніміз, яғни әдеттегі сіздерге таныс байктар, бірақ токпен жүреді. Ең басты ерекшелігі осы болып табылады. Электробайктың бізде онлайн саудада екі түрі бар. Екеуінің айырмашылығы, характеристикасы, сипаттамалардың барлығы да әртүрлі. Соған сәйкес бағасында да өзгерістер бар. Мінекей бірінші түрі бұл электробайк 801 деген модель. Бұл модель түсі камуфляжный, амортизатормен, тоқпен жүреді. Мінекей бұның екі орынды, яғни екі адамға арналған. Жүріс жылдамдығы, яғни бір зарядкада 40 км шақырымға дейін жүреді, және де зарядталу ұзақтығы 6 және 9 сағат аралығында болады. Мінекей, енді қалай жүреді дегенде өзінің кілті бар. Әрбір байктардың машина оталдырған сияқты. Мінекей, бұраймыз, бізде қосылды. Екіншіге бұрағанда бізде мінекей фарымыз іске қосылды, және әрі қарай, яғни оны айдай беруге болады деген сөз. Мінекей, оң қолмен біз яғни жылдамдықты беріп отырамыз, бізге қаншалықты жылдам немесе баяу жүру керектігін. Және де ручканың астыңғы жағында мінекей бұл кнопка бізде жүрісті, яғни жылдам немесе баяулатуға арналған кнопка. Ал екінші жағында бізде мінекей тағы да осындай жасыл батырма бар. Бұл батырма бізде яғни дыбысты шығарады, сигнал береді. Және де бұл байкта қолмен мінекей дисковый тормоз дейді, немесе ручной тормоз деп аталады. Осындай ерекшеліктері бар. Зарядталатын жері мінекей бұда астыңғы жағынан зарядталады. Өзінің кәдімгі арнайы зарядчигі бар, біздегі Samsung зарядкалар сияқты. Зарядтауға өте ыңғайлы. Ал екінші түрі бұл супер электробайк деп аталады. Бұның дюймы алдыңғы модельге қарағанда дюймы бұда өте үлкен, 18 дюйм болады. Ал мінекей камуфляжный модельда бұлар 14 дюйм болады дөңгелектері. Түсі көрініп тұрғанда мінекей қара түсті, амортизаторы бар. Екі модельде де өте жақсы ұқсастық. Және бұларда екі орындық, бірақ бұның қосымша мінекей функциялары бар. Яғни бұларда мінекей кілтпен кодталады. Фары бар әрқайсының. Сонымен қатар мінекей оң қолдың төменгі жағында бұда жүрісті бақылайтын өзінің батырмасы бар. Яғни біз бірге қойсақ, бұл жылдам, яғни баяу жүретін болады. Екі орташа жүрісті және үшке қоятын болсақ, ол жылдам жүрісті болады. Ал сол жақ қолдың төменгі тұсында бізде мінекей дыбыс беретін, яғни сигнал батырмасы орналасқан. Дыбыстары өте қатты шығады. Қала ішінде сіздерге немесе бір орыннан екінші орынға қатынау барысында өте жақсы таптырмас көлік құралы. Көлік болмаған менде, яғни средство передвижения дейді. Сондай заттар, мінекей фары осылай қатты жанады. Және де жылдамдықпен тексеріп көруге болады сіздерге, яғни екеуінің де тағы бір артықшылықтары, бұлар 25 градус подъеммен спускта жақсы көтеріліп түсе алады. Үлкен ерекшеліктері осы болып табылады. Егер сіздерге біздің видеоблогымыз ұнаған болса, өтініш лайк басып отырыңыздар. Және де қосымша сұрақтарыңыз болса, бізге видео астында немесе де чатқа жазсаңыздар болады. Барлық сұрақтарыңызға жауап береміз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті болсын.